мынау айтыс шындықтың додасы екен. Және де жастар жырлайды жобасы екен. Жайбарақат жырланды, жайбарақат жайланып сөйлендер деп айтқан маған Әлқожаның розасы екен. Әрине тәуелсіздік мемлекетке ешқашан келтірмейді тобасы екен. Дегенмен тәуелсіздік ала алмаған тілімізге еш күмән болмас екен. Мынау қожа боп отыр қожа Насыр, роза болса айтыстың қожасы екен. Тақырыпты жырлауға тобаңғайлы, Бауыржан десе көңіл борандайды. Бейбіт күнде батырға мұқтаждық жоқ, ұрықсыз өскен ұрпақ оналмайды. Бауыржан мен бір көлген бар батырлық, ешқашанда болмасын оған бәйгі. Жағымпаздар жарысқан бұл заманда, олар ойлауда қорқынышты олар жайлы. Көлденен көк аттылы киігісілер айтысқа спонсор боп жоғарлайды. Жоғарлап алғаннан соң жоғалады, сол жоғалып кеткеннен оралмайды. Баукендей шындықты сүй ашынып айт, қылмысқа тұнып тұрған қоғам жайлы. Отан үшін отқа түс деген Баукен, өртеңсең де жұтпайсың одан қайғы. Елдің мұның айтпасақ нұр отан мен, жас отан бізге отан болалмайды. Тобажан сөйлесеңші ақылменен, ойланып сөйлеу керек ақын деген. Қожа Насыр зеттілдеп кеттің менің, демеймін мен өзіңді батыл көрем. Бір қазақ боп айтысып отырған соң, ортақ қой екеумізге шатыр деген. Болар елдің баласы баяғыдан, бірін бірі тілдемей батыр деген. Ел үшін айтайыншы анықтай жүр, сөйлеме елге сөзді жарытпай бір. Кезінде Баукен қорққан бір нәрселер ойыма түсіп тұр ғой толықтай бір. Әлде аз келіндер көбейді деп есті сөз айтқан екен анықтай бір. Ертегімен немересін ұйықтататын әжеде ертегіге жарытпай жүр. Сол бабамыз шынымен қорыққандардан, бүгінгі ұрпақ қалай қорықпай жүр. Қазір ұлттың санасы талтүс болған, талтүс үшін талай жыл тартыс болған.
Тәуелсіздік тойына жақсы болды, ағайын квен болмай айтыс болған. Іс білетін екі қол мың ес артық, іс білмейтін есепсіз 60 қолдан. Бауыржанның ұрпағы болғаннан соң, жараспайды мына жерде зайтыс болған. Бауыржанға теңгелер адамдар жоқ, ол кісі сұңқар десе сұңқарға сайқыс болған. Бауыржанға теңгелер екі адам бар, басқаның теңесуі жайтыс болған. Оның өзі біреуі туылмаған, ал тіпті екіншісі қайтыс болған. Бауыржан айтқан мына сөз ашады бүгін ел көзін. 20 жас деген тарихи ерліктер жасар дергезін. Мысалы Қайрат Рысқұлбек 20-да кеткен кербезін. Ал Бекзат қандай мақтадан, сөзім жоқ менің тіпті оған. 20 жасында Сиднейде қазақтың туын жықпаған. Ал ендеше ағайын бақ болып қонған басыңа, тәуелсіздікке 20 жыл күткен той осы асыға. Біздің ел келді тарихи ерлік жасайтын жасына. Ендеше халқым тілерім қалмасын бағың ашылмай. Жоғарда отқан ағалар халыққа болсын досындай. Еңбек етсін тек іспенен, құр уәдеменен қатырмай. Халыққа қорған болыңдар, кешегі Баукен батырдай. Өзге ұлттан келген өкілдер қазақты жүрсің басынбай. 20 жылдықта Қайрат пен Бекзаттай жаншы лапылдай. 20 жылдағы тарихи ерлігін болсын осындай. Болмасын бірақ ғұмырың солардың қысқа жасындай. Тәуелсіздігім мәңгі боп жалғасын ғасыр-ғасырғай. Сүрейік өмір ешкімге Алладан басқа бас ұрмай. Шандады жекпе-жектің құба белі, болдық қой бұл айтыстың құлагері. Жүрсіннің айтысында осындай жекпе-жекті бір жылдары Жүрсіннің ақындарың сынап еді. Сол кезде Айбекпенен меліс шығып, дат айтып Айбек елге ұнап еді. Дегенменен торғайдан дауыс аз боп, қиянаттың қырынан құлап еді. Телефонсыз ауылдар шарасыз боп, біз жеңілдік ол жентеп жылап еді. Торғайдай тоз болған торғайдың Атыраудай бай өлкеге жетпейді-ау сірә демі. Жершілдікке салынып дауыс беру әділдіктің емес қой бұл әдебі. Ағайын бізге дауыс бермеңіздер екен деп мына баланың түрі әдемі. Алдарыңа келермін қайтайын алып, мұнай женіп кетпесем мына мені. Ал ағайындар, жамағайындар, дауыс сұрар жаман ойым бар. Дауыс беріңдер, шабыс беріңдер, келесіге шаңыс беріңдер. Шындық айтамын, сыңғыл айтамын, бір қуантып бір мұнайтамын. Алдамаймын ғой
арбамаймын ғой, мақтау айтып зарламаймын ғой. Алдамаңыздар, арбамаңыздар, басқа канал таңдамаңыздар.